Кім дейді? Осы намаздың ақысын жеңіл санаса, намазды кейде оқып, кейде оқымаса, немесе жаңағыдай салғырт қараса, ол адамды Алла Тағала дейді, намаз оқымаған үшін қаласа азаптайды, қаласа кешіріп жібереді дейді. Бірақ ол деген намаз оқымасаң бола береді деген сөз емес. Бір уақыт намазды тастағанға 80 мың жыл азап бар. Енді сен әрбір намазға 80 мың жыл дегенден кетті ғой ол. Қаяқтағы сұрық? Осы дүниеде бір адамды біреу өлтіріп қоядымыз 18 жыл берді мысалы. Бірақ сіз 18 жыл өміріңізді құртасыз. 18 жыл өміріңізді. Бірақ бір намазды не қылсаңыз 80 жыл өміріңізді құртасыз. Мына дүниеде адам түрмеге түссе де өмір сүреді. Түрмеде 5 уақыт намазын оқып, тыныш жүрген неше адам бар? Ол дозақта азап, ол түрме емес ол. 80 мың жыл азап дегені Құранда Алла Тағала айтады. Ла ямуту фиха ва ла яхья дейді. Ла ямут деген өле алмайды деген. Ва ла яхья өмірді сүре алмайды деген. Дозақтың азабы.